Қайырлы күн, құрметті Арал ауылының тұрғындары. Бүгін қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша біз қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлауымыз қажет. Бүгін қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Шарал ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Ергешева Айгүл Үсенқызын сайлауды ұсынамын. Дауыс беріп өтсеңіздер, қарсы емессіздер ме? Төрайым ма? Десеміз, төрағасы десең кетіп Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Талас ауданы Шарал ауылдық округі әкімі аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2026-2035 жылдар аралығында Арал ауылының қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны үшін қоршаған ортаға әсер етуі бойынша нормативті құжаттарына рұқсат алу. Бастамашы Жамбыл облысы Талас ауданы әкімінің аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесі, жобалаушы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызын сайлауды ұсынамын. Қарсы емессіздер ғой? Дауыс берсеңіздер. Қарсы жоқ. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті. Баяндамашылардың баяндамалары 5 минут, баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Оған 10 минут беріледі. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 2 минут. Осыған келіссеңіздер, дауыс беріп өтсеңіздер. Қарсы емессіздер ғой, бір ауыздан келісілді ғой. Ендігі сөз кезегі баяндамашы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымының өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызына беріледі. Саламатсыздар ма тағы да? Мен өзім таныстырып өтейін. Мен есімім Жанерке Бақытқызы, ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманы боламын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаумыздың тақырыбы Арал ауылының тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының 2025-2035 жылдар аралығында қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына рұқсат алу тақырыбында болмақ. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 73 бабының 1 тармағына сәйкес орындалып отыр. Қоғамдық тыңдау өткізу қағидалары Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғи ресурстарының министрімен 2021 жылда 3 тамызындағы 286 бұйрығымен бекітілген. Полигон Жамбыл облысы Талас ауданына қарасты Шарал ауылдық округіне қарасты Арал ауылынан солтүстік шығысқа қарай 1000 метр қашықтықта орналасқан. Оның алып жатқан аумағы 500 квадрат метрді құрайды. Жалпы тұрмыстық қалдықтар полигонында бізде қоқыстарды түсіру, оларды оқшаулау және де оларды сақтау жұмыстары жүргізіледі. Осы жұмыстар жүргізілген кезде бізде қоршаған ортаға ластаушы заттар бөлінеді. Жоба бойынша осы жұмыстар жүргізілген кезде жылына 757 килограмм мөлшерінде ластаушы заттардың 11 түрі қалыптасады деп есептелініп отыр. Қазіргі таңда Арал ауылының тұрғындарының саны 205 адамды құрап отыр. Осы мәліметтерді ескере отырып, біз жобада тұрмыстық қатты қалдықтарының қалыптасуын 10 жылға есеп жүргіздік. 2026 жылы 15 тонна қалдық қалыптасса, ал 2035 жылы 17,7 тонна тұрмыстық қатты қалдықтар қалыптасады деп есептелініп отыр. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы бізде полигонға орналастырылады. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонға орналастырмас бұрын міндетті түрде сұрыптаудан өту қажет. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 350 бабының 5 тармағына сәйкес барлық тұрмыстық қатты қалдықтар сұрыптаусыз көмілуге тыйым салынған. Бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланылатын қалдықтарымыз бар. Ол қалдықтарға бізде картон, қағаз, әйнек, сынған шишалар, бөтелкелер, полиэтиленді пакеттер, қапшықтар,
Сонымен қатар қолданыстан шыққан дөңгелектер, қолданыстан шыққан жиһаз қалдықтары, металл сынығы деген сияқты қалдықтарымыз бар. Бұл қалдықтардың барлығы қайталама шикізат ретінде қолданатын болғандықтан олар сұрыпталу қажет. Және де полигонға көмуге болмайтын қалдықтарымыз бар. Ол бізде мал өлексесі, малдың қиы, тезегі, сойылған малдың қалдықтары бар. Және де күнделікті тұрмыста қалыптасатын бізде строительный отходы дейміз ғой, құрылыс қалдықтары. Сол қалдықтарды полигонға көмуге, тастауға тыйым салынған. Және де бізде құрамында уытты заттары бар қалдықтарымыз бар. Ол бізде аккумуляторлар, люм лампалар, электрондық қалдықтар, және де қолданыстан шыққан машинаның майлары бар. Осы аталған қалдықтарының барлығы жиналып, арнайы қабылдайтын мекемелер бар, сол мекемелерге өткізілген жөн. Және де полигон барлық нормаларға сәйкес болу қажет. Ол бізде ауыл маңынан 1000 метр қашықта орналасқан болу қажет, және де полигон қоршалған болу қажет. Осымен мен баяндамам аяқталды. Тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса қойып өтсеңіздер. Сұрақтарыңыз бар ма жалпы? Ұсыныстарыңыз? Сұрақ бар, полигонымыз бар. Бұл қоқыстағы қалдықтарды қай мекеме жинап атқызады? Қаршылық ол енді қайтарып өңделеді дегендей. Ол полигон әкімдіктің иелігінде болғандықтан, сондықтан осы сұрақтарыңыз қойып өтіңіздер. Негізі барлық қалада бар, қалалардың бұл жерде болмайды, соны істеу керек болып тұр. Сіздер сол халықты таза, жаңағыдай ауамен, таза нәрсемен қамтылатын мекеме екеу деген сол емес пе? Осы халықтың бәрін атырауатып өтеді. Болашақта енді жоспарлап қаржы қарастыруын сұраймыз. Жалпы енді өздеріңізде сол бойынша осы отқан кісілерге де түсіндіруіміз керек қой. Өз-өзіміз тазалық сақтай білу керек. Әр адам өзінен басқалауы тазалық керек. Малды заттар лақтыра береді, бұл өте зиян зат. Өте зиян зат. Бұларды пункттары бар. Мысалы, қалаларда, үлкен аудандарда, ауыл жерлерде бұндай жоқ. Адамдардың өздері айналысу керек. Апарып өткізу керек. Бұл жерде енді жаңағы полигон деп отырмыз, полигонға малдың қилары бармайды ғой. Болмай тастауға, Қайта қолданылатын заттар ойға түспеу керек. Бұл жаққа енді не тастаймыз біз сонда? Айналып жүргенде полигонды қоршап таза қойып қоямыз. Аналар тастайсыз, сұрыптаудан өту керек. Сұрыптау болғанда пластиктерді бөлек жинау керек, ана бөлек жинап, оны өткізу керек қой, заң бойынша. Мысалы, бұлар 100 жыл жатса да шірімейтін заттар ғой. Ауаны ластайды ғой бәрі. Пластиктерден шұбат ғой. Пакеттеріміз, пакеттер. Оны мал жейді. Қабылдайтын жер жоқ қой бізде. Соғы бәрі. Соны жинап тұрса. Келіп емес, ауылдың өзінен шығу керек онда да. Машинесін жинап, апарып өткізу. Ол ақшасы аз болғаннан кейін ешкім жинамайды оны. Ел жинайтын шығар, қызықтыру жолдарын қарастыруымыз керек шығар. Несие беру керек. Вообще процент жоқ беру керек. Осындай тірлік істеді. Дейді адамдар істейін десе, мысалы. Бәрі бар. Қаражатқа байланысты ғой. Қаражатқа айналып келгенде өмірді өзде қаражатқа тіреледі. Басқа сұрақтарыңыз болса, сіздің енді мейлі ғой, сіздер жоғары жақтан сол мекемеден келіп отырғаннан кейін өз ойларыңызды, ұсыныстарыңызды ортаға салсаңыздар, мынау былай болады деген. Дұрыс, айтып отырмын. Соны жинап, қаражатқа ауылдың шалғай орналасқанында болып тұр ғой сол мәселе. Техниканың жоқтығы, ауылдың шалғай. Барлық аудандарда болып осындай өткізіп жатыр ғой, шараларшы. Бәрін айтатын сол, мен жинар едім дейді. Кететін адам бар ма? Шанда жинайтын едім дейді, ананда бөлек. Бөлек сортировать етуге. Оны алып кететін адам жоқ дейді. Мен өзім апарамайым дейді. Енді сол апарамайды деймін.
сол жинап еңбегіне бірденсе төленсе сол бәрі Субсидияланса. қаржыға келеді ақша. Мысалы қабылдайтын жердің өзі мысалы 1 килограммға мынанша тиын дейді да, мысалы оған пайда жоқ қой, соның ешкім онымен айналыспайды. Мардымсыз өздері келейін десе, оларға Тиімсіз. Логистика. тиімсіз болып тұр. бұл енді қабылдайтын таразда бар ма бізде? Бар. Пластикті өңдейді, резинаны өңдейді, аккумуляторларды өткізетін жер бар. Мына нені де өткізетін жер бар. Аккумулятор білеміз. Аккумулятор қаппаса Ауыстырып Гуглдан береді. іздесеңіздер шығарып береді ғой бәрі. Олар өздері өткізеді. өздері Иә. аккумулятор. Ал Қорытындыласақ осымен. Сұрақтарыңыз жоқ болса. Жоқ па сұрақ? Жалпы енді айналып келгенде ауылды таза ұсталу керек болып тұр ғой. Иә, өзіміз тұрып жатқаннан кейін өзіміздің таза